Қиямет жақындағанда менің сүннетімді тірілткен кісіге 70 шахидтің сауабы жазылады дейді. Оңай емес ол сүннет істеу, пайғамбарымыздың сүннет. Сүннет намаздары соның ішіне кіреді мысалға. Ол да оңай емес. Дұрыс па? Күніне қанша ракағат сүннет намаздары бар. Тағы не бар? Мешітке қарай жиі бару, әр 5 уақыт намазды мешітте оқу. Оңай ма? Оңай емес. Ең қиын сүннеті бар, бірақ бәрінен де ең қиын сүннет қазіргі кезде ол вообще қиын сүннет. Ой, садақа беру ерунда ол. Ең қиын сүннет қай сүннет деп ойлайсыздар? Пандем кезбек ораза ол жолда қалады. Бұл сүннет бар ғой, бұл сүннет адамды жәннатқа кіргізетін сүннет екен. Көркем мінез ол кеше үлгі тұтудың ішіне кіргіздік. Бір сүннет амалы бар. Айтайын. Тойдыңыздар қоя? Айтайын өзім. Бұл ең үлкен сүннеті пайғамбарымыздың мына бір хадисінде екен. Бұны Анас ибн Малик деген сахабаға айтқан екен. Анас, таң атқан кезде, кеш батқан кезде жүрегіңді не істе дейді? Тазала дейді. Ешбір бауырыңа, мұсылманыңа, айналаңдағыларға, туған туысыңа жүрегіңде бір ғыш болмасын дейді. Ғыш деген нәрсе, ғыш деген алдау, дұшпандық, кек, жек көрушілік, осының барлығын қамтиды. Жүрегің не болмасын дейді? Өкпеге, назға, ренішке, жек көрушілікке, көралмаушылыққа, тәкаппар, осыдан жүрегің таза болсын деп айтты. Шамаң жетсе, таңертең және кешке. 2 мезгіл. Таңертең және кешке жүрегіңді тазалап жат деп айтты. Хада мин сүннәти, бұл менің ең ұлы сүннетім, міне. Бұл менің сүннетім деп айтты пайғамбарымыз. Фәмән ахия сүннәти, кім менің сүннетімді бір штук болса да тірілтетін болса, фақады ахаббани, бұл мені жақсы көргендігінің белгісі дейді. Фәмән ахаббани, фәкәна маи фил жәнна. Кім мені жақсы көрсе, онда ол менімен бірге жәннатта, жанымда отырады деп айтты дейді.